Қолданыста болмағанына біраз уақыт болған. Егер тентті жақсылап көріңіздер, бір кішкентай тесігі болса да бұны тоқ боруы мүмкін. Бұдан тазаласақ болады. Пышақпен қырып. Әр 2-3 жылда бір тазалап тұрған жақсы, әр жердің. Ассаламағалейкум достар. Бүгінгі түсіретін видеомыз Ariston водонагреватель. Осыны бұл бұрында біздің үйде тұрған негізі. Сосын қажет болмаған соң сыртқа шығарып, қорада жатып, әр жерде жатып. Енді қазір бізге қажет болып қалды. Сол себепті бұны шығардық. Енді бұны қалай ашып тазалайды? Негізі ішін тазалап қайтып салуымыз керек. Бұны тазалау барысын сіздерге көрсететін боламын. Негізі үйлеріңізде Ariston болатын болса, 1,5 жылда, 2 жылда бір ашып тазалап тұрғандарыңыз жақсы. Бұны ашып тазалау қиын емес. Қазір соны сіздерге көрсететін боламын. Сыртына жуып тазалау кейін бола береді ол. Бізге қазір отвертка қажет болады. Бұндай отвертка. Осы 2 олды шешсек. Шешілі. Қысылы жағы бұндай. Бұл жерден енді қазір қайдерін шешіп, ішіндегі тент жылтқышын жылтатын несін көреміз. Ол үшін бізге мынандай 13 головка решетка керек болады, қажет болады. Мінеки барлығын шешіп алдық. Енді бұны асықпай жоғарыға көтеріп аламыз. Бұл не дегенмен неше жыл жатты үйде. Мінеки шығардық. Бізде тент ішіле мұсыр қатпаған, бірақ жәнде қақ жиналған. Мына жағында анонт дегені түсіп қағылған. Сосын қазір ішін көреміз. Неке бұның ішінде не бар? Іші мұсырға толып қақ жиналған. Анот дегені алюминиевый стойкасы шіріп түсіп қалыпты. Қазір қолдығып ала алмай дегеніміз. Бұны мінеки ішіндегі қақтарын түсірдік. Сонда да қалды астында. Бұны кранменен жақсылап жуып тазалаймыз. Асынып қалған бөлігі жәндегі анод деген. Бұл енді жәндегі кранға барып жақсылап жуып тазалап, сосын қалғанын саламыз бұған. Бұның ішінде ешқандай бір сложный ештеңе жоқ. Мінеки мынау анод дегені бұлай тұрады бұл. Бұл негізі базарда сатылады. Базардан іздеп табуға болады бұны. Ішінде қымбатта тұрмайтын шығар. Мынаны қақты қолмен ақ көшіп жатыр. Бұл қолданыста болмағанына біраз уақыт болған. Егер жәнде қақ көп жиналып қалған болса, оны лимонный кислотаға салып қойса, бір күн уақытында, бір күн аралығында
тазаланады. Қазір бұны жақсылап тазалап тексеріп көретін боламыз. Мына тентіміз әлі жақсы. Осы тентті жақсылап көріңіздер. Бір кішкентай тесігі болса да бұны тоқ ұруы мүмкін. Бұдан тоқ ұрып ішіндегідей болатын болса. Қазір бұны жақсылап тазалап алайық, сосын тексеріп көретін боламыз. Мына жерден ашып, термодатчик дейді, соны тексеріп көретін боламыз. İstейді, істемейді. Қазір мен ашайын оны. Бұл тентті қалай ашамыз? Ашу барсын, мына жерден отвертка қойсаңыздар, асықтай көтерсеңіз, мінекей ашылды. Қазір достар, бұны тексеру үшін қазір мына термодатчикті шығарып алдық. Бізге мынандай манометр керек болады. Бұны қазір тексереміз. Бұны тексеру үшін бізге мынандай манометрмен мынау любой бір контактіге тигізіп сигнал шығып тұр. Өшіріп қойсақ, сигнал жоқ. Бұл термодатчигіміз істеп тұр, рабочий. Енді мұны тексеріп көрейік. Спиралын істеп тұр. Oldu, bunu bәрі рабочий. Енді бұны жандай анон дейді. Бұл суды, ішінде тұрған суды айнып кетпеу үшін қойылады. Бұның жаңасын алып келіп саламыз. Бұл негізі базарда сатылады. Осының жаңасын алып келіп, салып, жинайтын боламыз. Мінекей достар, тентті тазалап алдық. Жақсы. Тұратын қырып алдық. Біз бұны енді бұған анод өзінікі мынандай жиіліп кеткен еді. Бұған жаңасын алып келдік. Базарда 2,5 мың теңге тұрады екен. Koyalım bunu. Dатчик. Масса заземления дейді. Оны обязательно жалғау керек. Енді қайтып орнына салсақ болады. Өстіп салдық. Енді мына лампочкасын
Bunu жалғаймыз. Проводын жалғадық. Бәрі орнында. Енді bunu гайкаларын қатырамыз. Кейін 13 қалыппен тартамыз. Bunu напротив тарту керек. Жақсы жайғасу үшін. Мен осы екеуін қатырмаңыздар. Енді бұны күлчәтілінің мына жерде көрініп тұрған болса қызыл точкаға қойып, осылай мына жағын бірге қоямыз. Өстіп саламыз мұны. Мына шетіндегі проводтарға да қараңыздар, қысылып қалмасын арасына. Дәл осылай салынады. Бұл 2 шуруптан тұрады, осы 2 шуруптан қатырып. Мінекей достар, аристонымыз дайын. Енді қолдана берсек болады. Мына қызылы ыстық судікі, осы мұздай судікі. Үйдегі аристондарыңыз дұрыс жылытпай, жәндегідей тоғыратын болса, осылай ашып тоғыратын болса, тентінде бір тесік болуы мүмкін. Жәндегі тент ауыстыру керек. Сол үшін жәндегі мынау анод дейді екен бұны. Ішіндегі суды айнып кетпеу үшін фильтр жұмысын атқарады екен. Енді бұны орнына жайғастырамыз. Мінекей достар, аристонымызды орнына қойдық. Жайғастырып, енді мұздай суыны ашып, ішінде негізі суы бар. Суыны жақсылық толтырып алыңыздар. Суыны толтырмай қосуға болмайды бұны. Ол кезде тент күйуі мүмкін. Суды қосып, сосын мына жерде ыстық суды ашып көріңіздер. Жер жақтан су шыққаннан кейін аристонды қосу керек. Мінекей аристонымыз қосылды. Қазір бұны 3-ке қойып қоямыз. Мінекей достар, аристонды қойып қойдық. Істеп тұр. Канал ұнаған болса, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.